Бүкіл әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтаулар болсын. Екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алла Тағаланың игілігімен сәлем болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті көзі қарақты көрермендер. Бүгін өздеріңізбен тағы да осындай бір берекетті отырыста жолығып отырмыз. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы бұл жалпы уақып жасау, уақыптың шариғаттағы үкімдері және де уақып жасаудың маңыздылығы туралы тақырыпта болмақ. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Әл-Ғани мешітінің наиб имамы Шыңғыс имам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Шыңғыс имам, жалпы бүгінгі сұхбатымызда өзіңізге қоятын әрине алғашқы сұрағымыз бұл уақып жайлы. Енді қазір қоғамның ішінде, халықтың ішінде көріп жүрміз. Аллаға шүкір, еліміз тәуелсіздік алып, дініміз қайта жаңғырып жатқан қоғамда осы уақып жасау, уақыпты жүзеге асыру туралы көптеген шаралар өтіп жатыр. Ал енді Шыңғыс имам, өзіңізге қоятын алғашқы сұрағымыз жалпы осы уақып түсінігі, шариғаттағы уақыптың үкімдері, оны қалай жасау керек, оны жасаудың дұрыс шарттары туралы сөз қозғағалы отырмыз. Өзіңізге қоятын алғашқы сұрағымыз жалпы шариғаттағы уақып түсінігі туралы кеңінен ашып түсіндіріп өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилlah, уассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бұл уақып тақырыбы қазіргі күнде мұсылмандардың арасында шетте қалып қойып жатқан, артта қалып қойып жатқан мәселелердің біреуі. Бұл уақып дегеніміз адам баласы, бір мұсылман адам дүние мүлкін Алла жолында уақып етіп, оның пайдасын қайырымдылыққа жұмсап садақа ету. Бұл кезінде мұсылмандардың арасында бұл кең етек жайған істердің бірі болған. Бірақ қазіргі заманда, қазіргі уақытта бұл уақып ісі өте шетте қалып жатыр. Бұл уақыптың пайдасы өте мол. Әсіресе жаңағыдай қоғамдағы экономикалық біз баланс деп жатамыз ғой. Осы нәрсені реттеуде, тепе-теңдікке алып келуге, жаңағыдай мұқтаждардың қажетін өтеуге өте пайдалы істердің болып табылады. Фиқ кітаптарында жаңағы осы уақып тақырыбын түсіндірген кезде мынандай бір мысалдарды алып келеді. Кезінде адамдар жаңағыдай бір жерлерде сапарда жүрген кісілер қонатын жаңағыдай тұрғын үй сондай құрылыстар соққан екенші. Соны құрылыс соғып, үлкен соны жаңағыдай сапарда жүрген кісілер қонуға арнап соны уақып қалған екен да. Және сол сияқты жаңағыдай жағдайы жоқ, жаңағыдай кедей қарапайым кісілердің де тұрақтайтын орны ретінде де арнайы үйлер соғылған екен. Кедей мұқтаж жандар, жаңағыдай мысалы жаңағыдай өзі үй соғып, үй сатып алуға шамасы жетпейді. Оны қоя бергенде жаңағы арендаға алып болсын, жалға алып болсын, сондай пәтерде тұруға жағдайы жетпейтін кісілерге арнайы жаңағыдай құрылыспен үлкен жаңағыдай құрылыс тұрғызып, сол жерде тек қана мұқтаж адамдар тұратын қылып, уақып қылып қойған кездер болған екен. Осындай нәрселерді қарайтын болсақ, шынымен де қазіргі күнде үй мәселесі мысалы Қазақстан бойынша өте өзекті мәселелердің бірі болып жатыршы. Оның сөздің ашығы, өзімізде мысалы пәтерде тұрамыз, ол да оңай емес деген сияқты. Сондықтан осы нәрселер мысалы қолға алынатын болса, бұрынғыдай жаңағыдай уақып түсінігі жақсы түсінік келіп адамдарға, және де осы нәрселерді қолға алатын болса, қоғамдағы мұқтаждардың жағдайы біршама тәуірленіп қалатын еді. Бұл әрине уақып деген тек қана жаңағы құрылыс берілмейді. Бұл жерде уақып ретінде жерді беруге де болады, жаңағыдай бір зданияны беруге де болады. Уақып ретінде баршама кітаптарды болсын, кез келген заттарды болсын, Алла жолында ол нәрселерді қоюға болады. Және де бұл уақып жаңағыдай біздің уақып сарқылмас, жаңағыдай үзілмейтін сауапты амалдардың бірі деп жатамыз ғой. Шынымен де бұл уақыпқа Алла үшін кімде-кім
бір сол дүниесін, шамасы жеткен бір дүниесін беріп қоятын болса, ол заттың көзі жоғалғанға дейін сол қойған кісіге барып тұрады екен. Тіпті жаңағы біз білеміз, жаңағыдай уағыздарда естіп жүрміз, әсіресе жаназа уақыттарында көптеп айтылатын хадис бар. Адам баласы дүниеден өткеннен кейін артынан үзілмей барып тұратын 3 амал барлығын айтады. Соның біреуі жаңа жария садақа деп жатыр. Ол жердегі жария садақа деген сөз, жария сөзі біздің қазақ тіліндегі жария сөзі емес. Ол жерде жария сөзі, яғни үзілмейтін сауап деген мағынада келеді. Енді ол нәрсеге жаңағыдай мысалға көпір соғып беру, мешіт соғып беру, жаңағыдай адамдардың, мұсылмандардың пайдасына асатын бір дүниені істеп кету. Жаңағыдай ол жаңағыдай бір құрылыс бола ма, немесе бір жаңағыдай кішігірім болсын, бір затты әперіп кетеді ма, бір жаңағыдай. Осы заттар мұсылман адамның жаңағыдай дүниеден өтсе де артынан сауап үзілмей барып тұруға себеп болады екен. Бұл уақыф деген сондай бір маңызды, мұсылмандар үшін, қоғам үшін өте маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Дұрыс айтасыз, Шыңғыс имам, Алла разы болсын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да хадисі бар ғой. Адамдардың ішіндегі ең жақсысы бұл адамдарға пайдалы болғандар. Сондықтан да бұл уақыт деген нәрсе әрине адамдардың пайдасы үшін, соның ішінде әсіресе мұсылмандардың игілігі үшін, мұсылмандардың өркендеуі үшін қазіргі қоғамда біз үшін өте қажетті болып тұрған бір амалдардан болып отыр. Екінші өзіңізге қоятын сұрағымыз, жалпы қоғамның ішінде мынандай бір түсініктер бар. Садақаны, жаңағыдай қайырымдылықты, біреуге көмектесуді тек қана қолында бір дүниесі бар, бай бағландар ғана беру керек деген кейбір түсініктер қалыптасқан. Осының ішінде өзіңізге қоятын сұрағымыз, жалпы осы уақып садақасын тек бай бағландар, қолында дүние мүлкі бар, материалдық тұрғыдан жағдайы мықты адамдар ғана жасау керек пе, әлде бұл уақып садақасын қарапайым орта топтағы адамдарда жасауына болады ма? Бізде шариғатымыз мұсылмандардың жалпы деңгейін дүние мүлкіне қарай жаңағыдай 3-ке бөліп қарастырады. Кейбір топтар болады, он жаңағыдай азды көпті өзінің жаңағыдай көлігі, киетін киімі, тұратын үйі болуы мүмкін, бірақ артық дүниесі жоқ. Оны бізде жаңағыдай қарапайым, яғни бай емес кісілердің қатарына жатады шариғат бойынша. Ал екіншісі, ода тұратын үйінен, мінетін көлігінен, ішетін жаңағыдай үйдегі жиһазы бар киім-кешегінен артық дүниелері болады, бірақ ол жаңағыдай алтын, күміс, ақша емес. Басқа бір екінші үйі болуы мүмкін, екінші көлігі болуы мүмкін деген сияқты артық дүниесі бар. Енді бізде бұл артық дүниесі бар кісі бізде бай болып есептеледі. Артық дүниесі бар кісі бай болып есептеледі. Ал енді оған зекет беру міндет болмаса да, ал зекет беру міндет болу үшін сол өзінің тұратын үйінен, мінетін машинасынан артық дүниесі, енді ол алтын, күміс болатын болса, оның бір нисап мөлшерлері бар. Жаңағыдай мал дүниесі болса, оның бір нисап мөлшерлері бар. Сол жерге жеткен кезде ол кісі зекет беретін бір байға айналып кетеді, шариғат нормасы бойынша. Ал енді бұл жерде садақа беру, бұл зекеттен басқа ұғым. Бізде зекет белгілі бір топқа ғана міндет болады. Ал садақа беру ол бай мен кедей деп бөлінбейді. Ал енді осы бұл тақырыпқа келетін болсақ, қысқа нұсқа бәріміз білетін хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жарты құрманы беріп болсын, өздерің тозақ отынан сақтаңдар дейді. Бұл хадистен біздің түсінетініміз, бұл садақаның өте мол, үлкен сауапты іс екендігін аңғаруға болады. Ал енді уақыт мәселесіне келетін болсақ, жаңа өзіңіз айтқандай көбісі ойлауы мүмкін, жаңағыдай уақыпты немесе садақаны тек байлар береді. Жоқ, ол жерде кім қанша нәрсеге, не нәрсеге мүмкіншілігі бар, сол нәрсені берсе болады. Мысалы, ол уақып деген тек қана үлкен мешіт соғу, немесе медресе соғу, немесе үлкен бір көпір соғудан тұрмайды. Тіпті жаңағыдай мешіттің игілігіне, немесе мешіттіңкі болмаса да қоғамдық орында адамдар үшін пайдаланады деп баяғы заманда сахабалар құдық қазғаны секілді бір жерден құдық қазып берсе, немесе жаңағыдай өзінің қолынан келетін басқа да жұмыстарды істеуге болады. Солардың біреуі мысалы
кейбір кісілер жаңағыдай мешітке кітаптар қойып жатады, Құран кітап қойып жатады, немесе жаңағыдай мұсылмандардың, қарапайымдардың игілігіне жарасын, немесе жаңағыдай мектепке барып оқушылар оқысын деген сияқты оларға бір-екі партасын болсын әперіп кететін болса, бір-екі жаңағыдай шкафтарын деген сияқты оларды әперіп кететін болса, бұл нәрсенің барлығы ол уақып болып саналады. Және де ол нәрсе жоғарыда айтылғандай көзі кеткенше ол заттың ол уақыпқа қойған кісіге сауап болып барып тұрады. Иә, осы тұста енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан болған Жабир радиаллаху анху айтады ғой, пайғамбарымыздың сахабаларының ішінде бірде-бір сахаба жоқ еді мал дүниесін уақып қылмаған дейді. Яғни әрбір сахаба мейлі ол бай болсын, немесе жағдайы кішкене төмен болсын, ол мұсылмандардың игілігі үшін, мұсылмандардың өркендеп өсуі үшін жаңағыдай өздерінің дүние мүліктерінен кішкене бір балта болсын не істеп отырған дейді, садақа жасап, уақып жасап отырғандығын не істейді, бізге жеткізеді. Әрине бұл біз үшін бір өте бір маңызды болған нәрселер. Енді Шыңғыс имам осы тұста қоғамның ішінде бір әртүрлі сұрақтар туындап жатады осы уақыпқа байланысты. Негізінен мысалы уақыпқа берілген бір зат болады. Біреу дүкенін Алланың жолында, Алланың жаңағыдай мұсылмандардың игілігінің жолында біреу дүкенін уақып етіп садақа жасады. Сөйтіп енді осы дүкенді пайдаланудың дұрыс шарттарын қалай түсінсек болады? Мысалы кейбір мешіттерге барған кезде Құран кітаптардың іштерін ашып қарасаңыздар, бұл мешітке уақып етілген деген мөр басылып кетеді да. Сонда кейбір кісілерде сұрақтар туындауы мүмкін. Бұл уақып етілген затты немесе жаңағыдай ғимаратты басқа бір мақсатта пайдалануға бола ма, сатуға деген секілді. Осы тұста бір айтып өтсеңіз кеңінен. Иә, уақыпқа қойылған дүниені, затты, ол нәрсені шариғатымызда сатуға және де оны біреудің мүлкі ретінде беруге болмайды деп жатады, деп айтады. Мысалы жаңағыдай мешітке Құран қоятын болса, ол біреу өзінің үйіне әкетіп жеке меншікке қылып алуға құқысы жоқ. Ал енді ол мешітке қойылған зат, сол Құран кітап. Сол жерге мешітке кім келеді, оқиды, бәріне рұқсат. Уақып деген негізі түсінігі осындай, ол жалпы бір адамға тиесілі емес, соған жаңағыдай мысалы мешітке бір кітап қойылатын болса, немесе мешіт соғылатын болса, кім келіп сол жерде намаз оқиды өзі біледі. Жаңағыдай ол жерге келіп қойылған, уақыпқа қойылған кітапты кім келіп оқиды, яғни оған рұқсат бұл нәрсе. Ал бірақ енді біреуге сату немесе біреу өзінің жеке меншік мүлкі ретінде алуға болмайды. Және сол сияқты жаңағыдай бір кісілер магазин ашып беретін болса, бұның пайдасы жаңағыдай кедейлерге жұмсалсын, бұның пайдасы жаңағыдай шәкірттерге, студенттерге жұмсалсын, немесе бұның пайдасы жаңағыдай жалғыз басты қалған жесір әйел кісілерге жұмсалсын деген сияқты уақыпқа қойған кісі сондай бір мақсат етіп кеткен болса, ол затты сол уақыпқа қойған кісінің айтқан жерден басқа жаққа жұмсауына болмайды. Басқа жаққа жұмсауына болмайды. Сол үшін уақыпты жүргізетін кісілер осы нәрсені ескерген жөн болады. Енді мысалы кейбір мешіттерімізде біздің жаңағыдай жанында кішігірім діни дүкен немесе асханалар кездесіп жатады. Оны кезінде сондай мұсылман ағаларымыз, аталарымыз жаңағы уақыф ретінде қойып кеткен. Енді осы нәрселерді сол кісілер не үшін қойған болса, ол соған жұмсалуы шарт болады. Мақсатына қарай жұмсалу керек. Енді осы ретте бір айта кететін жайт, бізде өзіңіз білесіз, мешіттің жаңағыдай шығындарына мемлекеттен ешқандай қаражат бөлінбейді. Мешіттің шығындарына және де мешітте қызмет атқаратын имамдардың, ұстаздардың шығындарына, олардың айлығы бар деген сияқты, оларға ешқандай мемлекеттен ақша бөлінбейді. Көбінесе өзі муфтиіміз де айтып жатыр, хазіретіміз, ол нәрсенің бәрі әр мешіт өзі жаңағыдай шама шарқы жеткенше жомарт жандардың жаңағыдай қолдауыменен немесе жаңағыдай осы халықтың жасап жатқан садақаларыменен күн көріп келе жатыр. Енді осы ретте айта кететін жайт, енді Алла разы болсын, көптеген кісілер мешіт соғады, медресе соғады, үлкен ғып мешітін соғады, медресесін соғады, бірақ осы мешіт медресені ары қарай
қалай күн көреді, қалай ол жүретіндігін кейбір кісілер ойламай жатады. Енді осы ретте осы уақыт мәселесін білетін кісі болатын болса, немесе осы уақытты түсінетін кісі болатын болса, сол мешіт медресенің ары қарай жүруіне, жаңағыдай ары қарай өз-өзін алып кетуіне жаңағыдай көмек болатын, күш болатын уақыт ретінде бір дүние қойса қандай тамаша болады да. Мысалы жаңағыдай бір магазин ашса, немесе асхана ашса деген сияқты, мысалы қазір кофейнялар көп деген сияқты, сондай түрлі бір нәрселер ашып, оны бір жүйеге қойып беріп кететін болса, және де оны шығындары мешіттің жаңағыдай шығынына деп, немесе сол жердегі имам ұстаздардың айлығына деп кететін болса, сол мешіттің жұмыс жасауы да, сол жерде жаңағыдай емін-еркін жаңағыдай пәтерімді қалай төлеймін, тамағымды қалай жеймін, бала-шағама киімді қалай әперемін деп уайымдамайтын ұстаздар, имамдар қызмет атқаратын еді. Осы ретте жаңағыдай кез келген сондай Алла үшін мешіт соғып жатқан, жаңағыдай медресе соғып жатқан кісілер осы нәрсені ескерсе қандай жақсы болады. Дұрыс айтасыз, Шыңғыс имам. Жалпы уақыпқа берілген затты оны басқа бір адамға сатуға, немесе тіпті қоғамның ішінде кейде сол бір зат сатуға қойылса да, оның уақып екенін біле тұра, сатып алушы кісінің өзі ол нәрсеге әрекет жасауына болмайды дейді. Яғни ол нәрсені біреуге немесе сыйлыққа да беруге болмайды, мирас ретінде де не істей алмайды. Ол әкесі сол ғимаратты уақып ретінде Алланың жолында тастап кеткен болса, оны балалары мирас ретінде бөліп аламыз деп ешқандай не айта алмайды, уәж айта алмайды. Осы нәрсені біз қоғамда кеңінен не істеуіміз керек, насихаттауымыз керек. Енді тағы бір қоса кететін жайт осы жерде, жаңағы уақыпқа қойылған жер болсын, жаңағыдай енді здания болсын, кез келген дүниені, мысалы ішіндегі заттарды тек өз-өзіне қолдануға ғана болады. Бір терезесін басқа жаққа барып қоюға. Мына терезесін ауыстырдық біз делік. Енді анау ескі терезелерді қайда қолданамыз десе, сол зданияның, сол уақыпқа берілген жаңағыдай құрылыстың басқа бір жеріне қолдану керек. Ал енді оған да жарамайтындай болса, немесе қажетсіз болатын болса, онда сатып сол здания қолдану керек деген сияқты нәрселер бар. Бұл нәрселерде негізі уақыпқа бір уақып жасайын, Алла разышылығы үшін бір уақып істейін деген сияқты ниетті кісі болатын болса, негізі маманмен келіп бір ақылдасып алғаны жөн болады. Дұрыс айтасыз. Тіпті ғалымдарымызда мынандай бір сөз бар екен, уақыпқа берілген зат, ғимарат болсын, оны бір рұқсатсыз пайдалану өте бір өрескел қателік екенін айтады. Өйткені ғалымдарымыз уақыпқа берілген затты жетімнің несімен, малымен сәйкестендіреді. Алла Тағала әрине білесіздер, бұл жетімнің малын жеудің сондай бір ауыр күнә екенін бізге Құранда да көптеген аяттарында не істеген ескертіп өткен. Дұрыс айтасыз. Осы жерде жаңағы уақыф деген нәрсе, жаңа жоғарыда айттық, ол уақыпқа қойылған зат жеке біреуге емес ешқашан. Ол мысалы мешіт соқты, немесе мешітке бір кісі уақыф ретінде жаңағыдай бір аяқ киімдер алып келді делік. Әжетханаға кішкене тәпішке қоямыз деген сияқты. Немесе жаңағыдай кітаптар қойды делік. Егер де біреу өзінің мүлкі қылып ананы алып алатын болса, ол тек бір адамның мүлкін емес, бәлки соны қолдануға жалпы берілді ғой. Сол қаншама адамның мүлкін алып қойған сияқты ол есептеледі. Бір адамның емес, ол жаңағыдай жүздеген адамның ақысына кіріп, жүздеген адамның затын алып қойғандай болып есептеледі. Сондықтан бұл уақыптың заттарына өте мұқият болған жөн болады. Енді Шыңғыс имам, өзіңізге қоятын келесі сұрағымыз, жалпы кейде мешітте отырған кезімізде кейбір кісілер келіп бізден мынандай бір сұрақтарды сұрап жатады. Имеке, молдеке, біз ата-анамыз дүниеден өтіп кеткен ата-анамыздың атынан бір садақа жасайын деп едік, сол кісілердің атынан бір садақа берейін деп едік деген сұрақтарды қойып жатады. Жалпы дүниеден өткен ата-ана, ағайын туыс бауырлардың атынан осы уақып жасауға болады ма? Бұл мәселе жалпы дүниеден өткен кісілердің артынан не жасай аламыз деген мәселеге қатысты ғой. Соның ішінде ата-анамыз дүниеден өтсе, оның артынан жаңағыдай ол кісінің амалдары тоқтады, одан да ары қарай жаңағыдай сауаптар барып тұрса екен деп ниеттеніп, бала-шағасы
қандай нәрсе жасауға болады деп әрекет жасап ас беріп жатады, садақа беріп жатады. Бұл енді уақыф деген бұл садақаның бір түрі ғой. Садақаның бір жаңағыдай ерекше түрі деп айтсақ болады. Бұл Сағат деген сахаба радиаллаху анху, Алла ол кісіден разы болсын, анасы дүниеден өткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан анамның атынан қандай садақа жасасам абзал болады деп сұраған екен. Сол кезде ол кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам су деп айтқан екен. Сол кезде ол кісі құдық қазып анамның атынан деп соны уақып қылған екен. Бұл хадиске қарайтын болсақ, біздің ата-анамыз дүниеден өтіп жатса, ағайын туысымыз дүниеден өтіп жатса, ол кісінің артынан тек бір рет қана жасалып тоқтап қалмайтын, үздіксіз барып тұратын бір жақсылық жасағымыз келсе, онда ол кісілердің атынан уақып жасасақ болады екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп сұраған сахабаға, яғни құдық қаз, су шығар, одан игілігіне мұсылмандар пайдалансын, соның сауабы сенің анаңа барып тұрады деген мағынаға саяды ғой. Яғни ол кезеңдегі, былайша айтқан кезде, Мекке мен Мединаның жағдайына қарап, яғни су қажеттілігі жоғары болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеген, яғни құдық қазу керек екенін ол кісіге не істеген, тапсырған. Әрине бұл біз әртүрлі дүниеден өтіп кеткен ата-аналарымыз үшін не істеуге болады? Басқа да бір уақыптарды жасауымызға демек болады екен. Алла разы болсын, Шыңғыс имам. Шыңғыс имам, өзіңізге қоятын соңғы сұрағымыз, жалпы осы исламның бастау уақытынан бастап ең алғашқы жасалған уақыт туралы айтып өтсеңіз, ең алғашқы жасалған уақыттың қалай болғандығы туралы. Бұл уақыф ең алғашқы уақытты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жасаған. Біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық міндет жүктелгеннен кейін 13 жылдай Мекке қаласында адамдарды туралыққа шақырып исламға шақырады. Сосын Алла Тағаланың әмірімен Меккеден Мәдинаға хижрет қылады, қоныс аударады. Сол қоныс аударып Меккеге жақын жерде орналасқан Құба жеріне тоқтайды Меккеден алдын. Қазіргі ол Құба жері Мединаның ішіне кіріп кетеді. Бірақ сол кезде ол Мәдинадан сыртындағы бөлек ауыл болған. Енді сол ауылға тоқтаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жер сатып алып, қазіргі біз білетін Құба мешітін соқып, соны уақып қылған екен. Бұл нәрселерге қарайтын болсақ, алғашқы уақып қылуды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі бастап берген. Және де Омар радиаллаху анху де әділетті 4 халифаның екіншісі болып саналатын Омар радиаллаху анху де Хайбардан жаңағыдай бір ол кісіге жер үлестірілген кезде, ол жер өзіне қатты ұнап тұрса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның насихатыменен, үгіттеуіменен сол жерді жаңағыдай уақып етіп қайырымдылыққа жұмсаған екен. Және де біз білеміз, тарихта Осман радиаллаху анху өте бай, жомарт сахабалардың бірі болған. Ол кісі жаңағы сахабалар, мұсылмандар судан қиналған кезде бір құдықты жаңағыдай өзінің құнынан қанша жоғары болса да, соны сатып алып, мұсылмандардың иелігіне бергенде біз білеміз. Осылайша уақыф ету алғашқысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі бастаған болса, соңынан ілесіп сахабалар сол нәрсені жасаған. Және де өзіңіз жоғарыда айтқандай, сахабалардың ішінде уақыф жасамаған адам қалмаған дегенде деректер барын біз білеміз. Алла разы болсын, Шыңғыс имам, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Алла Тағала бәрімізге сондай бір уақып жасайтын, сондай бір мұсылмандардың игілігі жолында, мұсылмандардың өркендеп өсу жолында пайдалы болған мұсылмандардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Алла разы болсын.